ірімшіктің қалай созылып жатқанын көрдіңіз бе? Осындай нағыз имеретин хачапуриді үйде дайындауға болады. Бүгін барлық құпиясын көрсетемін. Соңына дейін көріңіз. Ең маңызды кеңесті соңында айтамын. Сәлем достар, бүгін сіздермен сыртынан қызарып піскен іші жұмсақ, ірімшігі мол имеретин хачапурисін бірге дайындаймыз. Бұл рецепт өте оңай әрі ерекше дәмді. Қамырға қажет ингредиенттер: 350 грамм ұн, 200 грамм айран, 1 дана жұмыртқа, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық құмшекер, 1 шай қасық ас содасын саламыз. Салмас үшін 500 грамм сулугуни немесе моцарелла, болмаса үйдегі любой сырды қолдануға болады. Барлық өнімдер өте қарапайым. Енді дайындауды бастайық. Алдымен ұнға үстіне 200 грамм айранды құямыз. Сосын барып жұмыртқамызды саламыз. Сосын 1 шай қасық тұз саламыз. Сосын 1 шай қасық құмшекерімізді саламыз. Сосын барып ас содасын саламыз. Ол да 1 шай қасық. Сосын барып жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр тым қатты болмауы керек. Жұмсақ қамыр дәмді хачапуридің басты құпиясы. Дайын қамырды 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырдың июі қану қажет. Осы уақытта салмасын дайындаймыз. Ірімшікті үккіштен өткізіп, егер сулугуни болмаса моцарелла, не болмаса үйдегі любой сыр салуға болады. Менде моцарелла да сулугуни да болмады, магазиннен таппадым, сондықтан кәдімгі сливочный сырды алып салдым. Енді қамырды мен 5 бөлікке бөліп алдым. Қамырды бөліп, домалақтап, ішіне салмасын саламыз. Молынан саламыз ірімшікті, шеттерін жинап, сосын барып қайта жайып шығамыз. Қалыңдығы шамамен 1,5 сантиметр болса жеткілікті. Енді 2 бетін қызып тұрған табада пісіріп аламыз. Алтын түске енгенше. Дайын болған соң міндетті түрде үстіне сарымайды жағамыз. Менде сарымай жағылған жері көрсетілмей қалыпты видеода. Сондықтан өздеріңіз сарымайды жақсаңыздар болады, екі жағына да. Сонда хачапуриларыңыз өте дәмді, сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып шығады. Міне нәтижесі. Қараңыздаршы, ірімшігі қандай әдемі созылып тұр. Сырты жұмсақ, іші шырынды. Осындай хачапуриді үйде міндетті түрде жасап көріңіз. Егер рецепт ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыз. Пікірге келесі қандай тағамның рецепті керек екенін жазыңыз. Келесі видеода кездескенше.